Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздерге базалық зейнетақы мөлшерлемесін қалай есептеу керектігін, 2023 жылы қанша мөлшерлемеде өсетіндігі бойынша толық қысқа нұсқа түсіндіретін боламын. Базалық зейнетақы мөлшерлемесі бұл ең маңызды зейнетақы түрі болып табылады. Ең төменгі базалық зейнетақы мөлшерлемесі 2023 жылы 24.341 теңге болып тағайындалды. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 40.567 теңге. Енді еңбек өтіліне, яғни стажына қарай базалық зейнетақыны есептейік. 2023 жылы 0 жыл мен 10 жыл аралығында, яғни жұмыс істейтіндерге де, жұмыс істемейтіндерге де 24.341 теңге тағайындалатын болады. Именно базалық зейнетақы мөлшері бойынша. Енді 10 жылдан жоғары базалық зейнетақы мөлшерлемесі әрбір 60%-ды ең төменгі күнкөріс деңгейінің 60%-на 2% коэффициенттен қосып отырамыз. Мысалы, 11 жыл стажы болса, сіздерге айттым, ең төменгі күнкөріс деңгейі 40.567 теңге болса, оның 62%-ы 25.151 теңге. Бұл 11 жыл еңбек өтілі барларға. 12 жыл бойынша 64%, әр жылға сіз 2% осылай қосып отырасыз. 15 жыл бойынша 40.567 теңгенің 70%-ы 28.397 теңге тағайындалады. Ал 30 жыл бойынша 40.567 теңгенің 100%-ы, яғни сізге 40.567 теңге тағайындалады. Өздеріңізге белгілі, осы зейнетақы мөлшерлемесін 120%-ға да көтеріп қалуы мүмкін 2023 жылы. Қазіргі таңда нақты 100%-ға дейін 30 жыл стажы барлар 100%-ға дейін ала алады, ең төменгі күнкөріс деңгейі бойынша. Бұл тек қана базалық зейнетақы мөлшері бойынша. Екінші, сіздерге ынтымақтық зейнетақы мөлшерлемесі тағайындалады. Одан соң бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры бойынша. Бұл әрбір осы зейнетақының түрлері қосылып сізге нақты толық зейнетақы мөлшерлемесі шығатын болады. Тек осы базалық зейнетақымен ғана тоқтап қалмайсыздар. Егер сіздер 98 жылға дейін жұмыс жасасаңыздар, ынтымақты зейнетақы мөлшерлемесі енгізіледі. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жұмыс жасасаңыздар, ол бөлек есептелініп қосылатын болады. Менің ақпаратым пайдалы болса және басқа да пайдалы ақпараттар көргіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаймыз.